Балалар арнасы Диндил студио. Жануарлар туралы викторина. Достар, Диндил студио арнасына жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мұқият қараймыз. Осы суреттегі 4 жануардың қайсысында мүйіз бар екенін табамыз. Әрине, өте дұрыс, бұғыда мүйіз бар. Мүйіз бұғыға басқа жануарлардан қорғану үшін қажет. Достар, ойланамыз, осы суретте қайсы жануардың арқасын, бүйірін тікенек басқан? Я, тамаша, кірпінің арқасы мен бүйірін тікенек басқан. Тікенек кірпіге қорғану үшін қажет. Ойланамыз, қайсы жануардың мойны ең ұзын? Я, өте дұрыс, керіктің мойны ұзын. Керікке ұзын мойын ағаштың жоғарғы жағындағы жапырақтарды жеу үшін қажет. Бұл жануардың қайсысында мұрт бар? Тамаша, мысықта мұрт болады. Мысыққа мұрт сезу үшін қажет. Сен білесің бе, қай жануарда жал бар? Керемет, жал жылқыда болады. Бұл жануарлардың қайсысында ақ-қара жолақтары бар? Я, өте жақсы. Зебраның үстінде ақ-қара жолақтары болады. Егер де саған ұнаса, осы арнаға жазыл.